кім ойнап жатыр, өздеріңіз білетін шығарсыздар. Астана мен Қайрат ойнайды деп. Қайрат Астана, Қайраттың жерінде Алматыда. Алматыда Қайраттың жерінде. Енді бүгінгі манағы Қайрат пен Астананың премьер-лигадағы 23-ші турдағы кездесу екен. Екінші кездесу ме, біріншісі ме? Бірінші кездесу деген сияқты. Біріншісі ме? Өзім ана футболға көп білмейтін болғасын сұрап алдым баламнан. Қалай екен? Қаттырақ сөйлейсіз? Жаңа онлайн билет алдық, билет 500 теңгеден. Бүгін алдындағыдан да адам көп екен совсем, да? Алдында неге келіп еді? Қайрат Атырауға. Қайрат Атырауға келдік, онда Атырауға болельщик болып келдік қой. Қайрат Атырау 3-1 болып өтті ма? Иә, ол кезде манағы Қайрат ұтты ғой. Енді кімге болельщик боламыз? Қайратқа или Астанаға ма, білмеймін? Бетім сондай. Қайрат жақтан алдың орынды. Кім ұтады екен? Орынды қай жақтан алдың? Орынды Қайрат жақтан алған сияқты. Қайрат жақтан алды ғой, иә? Қайраттың соңғы ойындары Қызылжар Қайрат 1-2 болып, Атырау Қайрат 1-2 болыпты. Атырау мен Қайрат? Атырауда ойнағанда ғой. Қайрат тұтқан ба? Астанада ойнаған ойындарында Туран Астана 2-2 болып, Астана Ордабасы 6-0 болыпты. Мәссаған. Күшті болып мен не жазып алдым ғой мана. Қайсы қайда жазып алдың? Информация нағыл деп айтады. Түсіп алып кетсіз? Турнирлік таблицада орындары дейді. Иә. Турнирлік таблицада орындар дейді. Қайрат 36 очкомен 4-ші орында. 4? Астана? Астана 41 очкомен 2-ші орында. Астана алды кетір ме? Бірінші орында кім тұр? Бірінші орында білмеймін. Қайрат пен Астана соңғы кездескен ойында Астанада 6-0 болып өтіпті. Ұтылып қалған ғой. Қайрат ұтылып қалған. 6-0. Енді бүгін қалай болады деп ойлайсың сонда? Білмеймін, Қайратты үйреп қалған, Қайрат байқалай керек шығармыз. Жоқ, қандай ол? Ұта ма, ұтыла ма? Тең бола ма? Тең болады сияқты ма? Адамдар вообще көп болады да. Мына жерде біздер енді кассадан өзіміз онлайн билет сатып алдық қой. А былай билет сатып тұрғандар бар. Қаншадан сатып тұр? Олар неге сатып тұр, мен түсінбедім. Онлайн тұр дейсің де, 500 теңгеден де? 500 теңгеден алдым. Аналар ештеңе сатып тұр, олар неге сатып тұр, мен түсінбедім. Адамды қара. Еще бүгінгі күн деген ауа райы да өте күшті, тамаша болып тұр. Күн жылы, ыссы да емес, күшті болып тұр, да? Күшті болып тұр ауа райы. Сатып тұрғандардың қасы қарайық, не сатып тұрған? Қанша не сатты, иә? Флажоктар сатып тұр. Қанша екен? Керекті? Мынау Қайраттың несі де? Қайраттың жалаулары. Неше дейді? 200? 1000 теңге ма? Не, ысқыратын қанша? Ысқыратын алайын ба? Аласың ба? 500 теңге. Алшы. Перевод мен жасай қоямын. Еще флаг дайте. Какой он? Это 1000. 500 желтый. Вот желтый. Вот это? Флаг? Какой он? Жаремай ма осы? Үлкен шығар дейсің сондай баға? Жоқ. Әке берші маған не? Аударатын берші. Қазір аудар жіберейін бе? Нөмірін тұрыш? Ана нөмірге аудар дейін бе? Айта бер, айтатынды. Так, осымен сықырып отырамыз қазір бұйырса, иә? Күшті болып өтсек. Қайратқа болысатын сияқтымын. Қайратқа болсайын тұрсын ғой. Жеңсе де, жеңбесе де Қайратқа. Так. Сидишь? Ей, қыздар да жүру, бірақ үлкен емес екен, жас қыздар екен. Маған не жоқ екен дейсіз? Неге сен немес болельщик емессің бе? Футбол жақсы көрмейсің бе? Сен футбол жақсы көресің бе негізі? Негізі
осындай жерге келгенде қызықты қарауға келгенде. Мына ысқырғышың бұқты болсын. Ысқырып отырамын айқайлап. Ысқырасың ба точно? Отылып қалса ет болмай ма? Отылып қалса ет болмай ма? Бұл жерде қырғын очередь, бірақ бәрі талпа кіріп кетпеу үшін бір-бірлеп сканерлеп, есік сол кезде бір адам сканерлеп, бір-бірлеп өтеді адам. Бір-бірлеп өтеді ана жерден. Сондай қылып жасап қойған. Екі адам сыймайды есікке. Күшті да? Ана жерден қазір тағы тексеретін сияқты. Ол дейді, ана талпа кіріп кетпеу үшін ана жерден тағы тексереді. Айттым, бүгін маңызды ойын мінекей. Көрдің бе? Күшті ойын тұрған сияқты да? Жаққарды бара берсін. Анже кірудің өзі очередь пе не болып кетті? Ойын басылып кетті да? Елудің несіне қарай, кеңесімізге қарай. Ойын басылып кетті? Ойын басылып кетті. Бірақ мына жер әлі очередь. Адам көп өтсі. 14 жумайды енді болып жатыр да? 0-1 болып кетіпті ма? Астана гол салып кеткен я? Ісілі отқан жоқ сияқты. Алышын? Ажақ бетінде адам көп, бер жағында адам аз неге. Ар жағында не көп олар? Олар ар жақ секторда неге адам көп? Мынау допты ереңістер жүр ғой. Оратыр основной ма? Основной емес па? Основной кім еді аты? Ана кім бір? Ой. Я, четкин. Өзім мына ереңістер жүр допты. Ана жақты қатты болельщик өтеді. Жанкүйер болып отыр. Сол жаққа қарай кеттік пе? Айқай шу жаққа ма? Біздің Атырау жаққа. Атырау? Қайрат. Мына жерде қайраттық қой? Мына жақ Астана екен ол, мына жақ Астана, мына жақ Қайрат. Ысқырысты. Қазір бұл ойын телевизордан көрсетіп жатырмын бұл жас спорттан. Телевизиончиктер тұр. Қайраттың жанкүйерлері мықты. Арнайы осыған дайындап келген топ болу керек. Алдыңдан бәрі өте жауып түседі ма алдыңда? Үзіліс болады. Үзіліс. 15 минут үзіліс болады. Кофе сатып жүр, кофе ішуге болады. Бірақ бұл жерге сумен кіргізбейді екен. Сумен кіргізбейді, бірақ кірдік қой. Қалталар. Бірақ мен сумкамды тексерді. Сумкаға салмаған жақсы оны. Сумкамды тексерді, бірақ сумкамды сол жоқ. Өзімнің коктейлім болды, бірақ кіргізді оны.
Телевизорге түсіріп жатыр. Счет неше өзі? А? Телевизорге түсіріп Кім түсіреді? Ана жерде тұрған не ма? Оператор ма? Бірге 0. Кім ұтып жатыр? Бірге 0 Астана ұтып жатыр. Біледі екен сол. Шынымен негізі. Ана қара су шашып жатыр фонтан. Негізі бар ғой. Ойынға қарағанда бар ғой. Ойынға қарағанда адамдарға қарап ошындасып отыр. Өлең айтып билеп тұрған. Ал дейсің? Ойынға қарағанда балдардың өлең айтып билеп тұрғанына қарап аузымды ашып отырмын дейді. Ана жерде болельщиктердің ба, жанкүйерлердің. Мықты арнайы жаратылған ғой солай. Мына жерге не болды, жанкүйер болды. Ана жерде өзінің басқарып тұрған адамы бар. Айтып тұрады. Болады ғой. Қуана қарсы алады, иә. Болельщик болса. Ысқыратынды алып алдым, мен ысқырған жоқ. Ысқырды ма ғана бір? Білет ысқырдым, қайт жоқ. Жоқ. Кішкентай ғой ысқырғышын, сосын ұялып отырсың ба? Білмеймін, ешкім ысқырып жатқан жоқ. Түнде басқа. Неге ана жерде бәрі шулап отыр ғой, ана жерде дейтін бәрі айқын. Мойныңа байлап. Мойныңа байлап. Қатырасың да негізі. Неге келдің футболға? Ерігіп үшін өдеймін да? Футбол қызық қой негізі, басқа спорт түрлеріне барасың ба? Күрес, бокс. Білмейсің ба? Хоккей. Енді қыста хоккей бастады. Қыста спорт отырсыз? Жоқ, жабық жерде болады ғой, бұл жерде болмайды. Кофе сатып алдым. Уақыт өткізейін деп, жылынайын деп, күн сақтап келді жайлап. Салқын емес қой негізі, күшті ғой. Салқын емес, жақсы. Қанша кофе? 60 теңге. Андай не, простой 3 в 1 кофе ғой. Сөйтіп қойын ба? 3 в 1 тек сала қойған ба? Неге суға? Сұйық, иә. Сіз сұйық андай не, кофенің дәмі қатты. Ол деген ештеңені да? 100 теңге ма? 100 теңге шығар. 60 теңге сатты ғой. Басқа жейтін ештеңе жоқ. Жейтінді сатып жүрген басқа бала бар дейді. Бар ма екен? Басқа бала сатып жүр дейді. Әлде қарап отырамыз. Кайфовый ғой. Ойын әлі басталған жоқ, иә? Екінші ойын басталды. Екінші тайм. Екінші тайм, иә. Екінші ойын. Мына жерде оны орындарын ауыстырды. Ар жақ Астана болып, бер қарай қайрат болды. Әй, сал. Ойын қалай болып жатыр негізі? Мен ойынға алдындағыдай етіп отқан жоқ дейсіз. Тек болельщиктерге қарап отырмын. Болельщиктердің есігі күші алып кеткен сияқты. Мынандай болельщикпенен ұтпасайын дейсің. Әне. Ақтада? Мына құттай болельщик. Құттай жанкүйер. Забивай гол дейді. Міне Астана шабуылға кетті.
Gördün mü? Астана шабуыл жүрсе, уу деп мыналар қорқытады. Gördün mü? Уу. İşte 2'den öyle oldu mu? İşle atkan çok sıcak. 2'den öyle oldu. Oturup жатырбыз. Alsın? Şimdi настроение olmaya kaldı. Atlı atmasın be. Есеп 2'den öyle Астана алды. Ойын сылбыр өтіп жатыр. Онша қатты бір құлшын ұсталып жатқан жоқ. Бір гол салып алды. Қазір Астана командасы штрафной дегенде. Kaytardı. Hayrat штрафной kaytardı. Hadi sen давай, sen вместе, руки давай. Встаем, встаем, все вместе, давай. Все, давай, встаем, еще. Все вместе. Давай. Ne oldu otur gülük? Алматы столица мира. Hey. Alga değil. Alga stolica mira. Alga? Ya? Endi? Almatı mı? Ha, Almatı stolica mira dedi. Ana kollarını götürüp otur. Kara berin götürün dedi. Oyun 84. Қауіпсіз, бірақ та гол болған жоқ. Мына жерде ойын бітуге жақындағанда мына жерде амандар қорлап кетті. Ойын біткен кезде қазір бәрі тарқағанша осы жерде бәрі бақылауда ұстайды осы жерде. Мына жақта полиция бар. Мына ұйымдастырушы. Ne oldu? Penaltı ver. Ne oldu? Gülük'ün настроение түсіп кеткен сияқты о. Жеңіліп атқасың ба? 3-0 oldu. 3 goldan artık болмайды dedim o sol oldu. Gülük'e Kayrat oturup kaldı o. Şut qara 0-4. Koy, otalmaydı o. Көп gol жібермейді деп ойлап еді, бірақ 4 gol жіберіп қойды. 4-4. Ha? Өтірік гол жүріп жатыр. Сол жақ. Өтірік голдар.
жібергенім болады дедім, а? Спокойно жұмсап жатыр, а? Не болды, Гүлке? Кәдімгі болельшіксің ғой? 4 минут қосып қой, 4 минут. Ана, стадионға шығып жүгірсең, бүткіл неге шығасың жаңағы, жұлдыз боласың, в общем, жұлдыз стадионға жүгіріп шықсаң, ысқырықсыңдар, ысқырып. Астанаға ауысып кетейін ба? Ана, стадионға жүгіріп шықсаң болады, бол жұлдыз боласың, ертең бүткіл телевизор, телевидение, бүткіл СМИ жаңағы бәрі сен жайлы айтады ба? Ойыншылар ана болельшіктерге рахмет айтайын деп келе жатыр енді. Отылып қалса да рахметтерін айтып жатыр енді. Бастары сауырып. Енді отылып қалды енді істейді енді. Ойында болады, отылыста болады, отылыста болады. Отылыста болады, отылыста болады. Ештеңе етпейді. Отса олай болмайтын еді. Гүлке не айтасың? Гүлке? Біздер шықтық футболдан. Жаңа күшті болып настроениемен орталық стадионнан кіріп еді. Енді настроениеміз түсіп. Неге? Білмеймін, ана ұтылып қалды. Біздің деміз болельшік болып отқан Қайратымыз ұтылып қалды. Сосын білмеймін, алдында 4-0 болды. 4-0 болды. Алдындағы біз алдында бірінші рет мен футболға келгенде вообще білмеймін, кішкене басқашалау болды. Ол кезде мана Атырау ойнағасын ба, или өзімізге Атырау жақын болып көрінді ме? Білмеймін, мынадай тұр. Атырау ұтып жатырды ғой. Ол кезде Атырау ұтып жатты, осыны ар жағынан кәдімгі күшті болып нетіп отыр. Енді мынадай енді барымызша болельшіктер күшті, бірақ енді ұтылып қалып жатыр. Бірақ енді мына не, аналарда аяп кетеді екенсің, ана кәдімгідей бастары салбырап, төмен қарап. Ең соңында келгенде ма? Ең соңында алдымызға келді ғой. Сол кезде бүткіл адам аяп кетті, аяған дейді аналарда. Бірақ барынша қолдау көрсетіп жатыр ғой, болельшіктер жол көтеріп жатыр. Сонымен сөйтіп келатыр, ал жақсы. Достар, біздің каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біздер ертелік шықтық, қазір бір жерге барамыз, тағы да бұйырса. Оны ертең көрсететін боламыз сіздерге. Бізбен бірге болыңыздар.